Бұдан бұлай Қазақстанға келген әр мигрантқа ID карта жасалады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Себебі соңғы 2 жылда Қазақстанда тұрақты тұратын шетелдіктердің саны 1,5 есе артып, заң бұзу фактілері көбейген. Олжас Бектеновтің айтуынша, ID карта шекарадан өткен мигранттардың қозғалысын жүйеге келтіріп, толыққанды мониторинг жүргізуге мүмкіндік бермек. Еңбек және цифрлық даму министрліктері осы жылдың 1 қарашасына дейін барлық дерекқорларды толығымен интеграциялай отырып, көші-қон процестерін есепке алудың бірыңғай цифрлық платформасын енгізуді қамтамасыз етуге тиіс. Биыл 1 миллионға жуық шетел азаматы Қазақстанға келуге өтініш берген. Ішкі істер министрлігінің дерегінше 2020 жылдан бері Қазақстанға келетін шетелдіктер уақытша тіркеуден босатылған. Бұрын 5 күн ішінде есепке тұратын, ал қазір олардың келгені туралы қабылдаушы тарап хабарлауға міндеттелген. Айта кету керек, бүгінде елімізде 212 мың шетелдік тұрақты түрде, 430 мыңы уақытша тұрады. Соңғы 3 жылда елімізге келген шетелдіктердің саны 42%-ға өскен. 87 мемлекеттің азаматтары визасыз кіре алады. Электрондық виза 107 елдің азаматтарына қол жетімді. Биыл 900 мыңнан астам өтініш түсті. Тіркеу тәртібін сақтамаған үшін 14.800 адам жауапкершілікке тартылды. Шетелдіктердің елге келу жылдан жылға өсіп жатыр. Бірінші жартыжылдықта олардың саны 7,5 миллионға жетті. Өткен жылмен салыстырғанда 600 мыңға өсті. 90% тәуелсіздік мемлекеттер достастығы елдердің азаматтары.